Күш моменті ұғымымен танысайық. Айналу өсі бар дененің қозғалысын сипаттау үшін күш моментін қолданады. Ол деген не? Мына екі мысал қарастырайық. Бірінші мысал есік. Біздің айналу өсіміз міне топ салынып тұрған жер. Егер біз есікті мына тұстан ашатын болсақ, X аралықтан, мысалы 20 см болсын, есік ашу қиындық тудырады. Егер бізді тұтқадан ашатын болсақ, мына жерің шамамен 1 метр. Онда бізге есік ашу жеңіл. Бұдан есікті, яғни айналатын денелерді айналу өсінен қашықтаған сайын оны қозғау жеңіл болатын көреміз. Екінші мысал. Бұта қиятын қайшыны қарастырайық. Егер біз мына жерден қысатын болсақ, қолмен, айналу өсіміз мына нүктеде. Қашықтығымыз шамамен мына жер 20 см болсын. Онда бұтақты қию қиындау болады. Егер біз мына бас жағынан қысатын болсақ, жер шамамен 50 см. Онда бұтақты қию жеңіл болады. Жаңа жоғарыда мысал айтқандай, айналу өсінен қашықтаған сайын бізге құралды қозғау жеңіл болады. Бұдан күш моменті деген ұғым енгізіледі. Ол М-мен белгіленеді. Ол күш көбейту иін. Иін деген ол мына қашықтық. Тұтқадан оське дейін, мына осьтен мына ұшына дейін қашықтық иін деген. Д бізде иін, өлшем бірлігі метр. Яғни ол ось пен түсіру нүктесінің, күшті түсіру нүктесінің ара қашықтығы. F деген бізде күш, ньютонмен. М ол бізде күш моменті. Өлшем бірлігі ньютон көбейту метр. Келесі сурет қарастырайық. Бізде иіндік берілген. Иіндік дегеніміз қозғалмайтын нүкте арқылы айналдыруға болатын қатты дене. Яғни бізде мынау ось, С, яғни айналу нүктесі. Оның екі шетіне күш түсіреміз, F1, F2. Бірінші күш ол сағат тіліне қарсы айналдырады. Екінші күш сағат тілімен бағыттас айналдырады. С нүктесіне күшке дейін қашықтық тіп-тіке аламыз, 90 градуспен перпендикуляр. Ол бізде иін болады. Екінші иін, бірінші иін. D1. Бұның күш моменттерін табу үшін F1-ді көбейтеміз D1-ға. Екінші күш момент табу үшін F2-ні көбейтеміз D2-ге. Келесі ұғым бізде массалар центрі. Сыртқы күштердің әрекеті болмаған жағдайда, дене қандай да бір нүкте арқылы жүргізілген өзінің өсі қатысты тыныштық немесе бір қалыпты қозғалыс күйін сақтайтын болса, ондай нүктені осы дененің массалар центрі деп атайды. Яғни бірінші дене бізде тік төртбұрышты өлшек, оның массалар центрі диагоналдардың қиылысу нүктесінде болады. Екінші дене бізде диск, оның массалар центрі оның центрінде болады, дисктің. Үшінші дене бізде параллелограмм тәрізді, ол да диагоналдар центрінде болады, қиылысу нүктесінде, диагоналдардың қиылысу нүктесінде. Үшінші бізде үшбұрыш, үшбұрыштың ауырлық центрі, яғни массалар центрін басқаша ауырлық центр деп атайды, немесе инерция центр деп атайды. Яғни үшбұрыштың ауырлық центрі оның медианалардың қиылысу нүктесінде болады. Бұл бізде цилиндр. Цилиндрді біз көлденең қимасын алатын болсақ, көлденең қимасы бізде тік төртбұрыш болады, соның диагоналдардың қиылысу нүктесі. Дәл солай басқа да центрлерді табуға болады. Яғни осы нүктеге біз тіреп қоятын болсақ, бүткіл массалар осы С нүктесінде жинақталғандай болады. Яғни сол нүктеге біз тірейтін болсақ бөлшекті, ол тыныштықта тұрады, немесе қозғалыста болса бір қалыпты қозғалысын сақтайды. Яғни құлап қалмайды, айналып кетпейді. Осындай нүктені массалар центрі деп атайды. Мысал қарастырайық. Мысалы екі денені массалар М1, М2. X өсіне алып қойайық. Бірінші дененің массасы М1, координатасы X1, екінші дененің массасы М2, координатасы X2. Осы екі дененің ауырлық центрі С-ны табу керек. С. Ол үшін біздер массаны көбейтеміз координатыға сәйкесінше, және солар массалар қосындысына бөлеміз.